Қараңыздар, сіздерге жақыннан көрсетейін. Мінекей осындай бізде әдемі, өте керемет бұйымдар шықты. Өте күшті. Келесі мінекей осындай овальный тарелкамыз біздің осылай шықты. Мінекей осылай шықты. Өте әдемі, красота шықты. Үшінші бұйымыз біздің қолымыз. Қараңыздар, қандай күшті болып шыққан мына қолым. Өте күшті болып шықты. Мына арқасын наждакпен тегістейтін боламыз. Мінекей өте күшті болып шықты. Одан кейін келесі кезекте біздікі осындай декоративный біздің құмыра сияқтымыз қандай әдемі шыққан, көрдіңіздер ме? Мінекей осылай гүл сайып қойсаңыздар болады. Одан кейін біздің домалақ подносымыз. Мына қараңыздар, өте қандай күшті болып шыққан. Арқасын міне қараңыздар, арқасы осындай болады. Мындай наждакпен тегістейсіздер бұның бәрін толық кепкеннен кейін. Бізде соңғымыз, қараңыздар, осындай әдемі гүл салғыш, декоративный әдемі гүл салғыш. Өте керемет шығады. Басқа да әдемі гүлдерді салып қойсаңыздар болады. Мұнда неше түрлі гүлдер бар ғой қазіргі уақытта. Сондай әдемі гүлдерді салып қойсаңыздар өте күшті көрінетін болады. Мінекей қараңыздар, осындай декоративный гүл салғышымыз шықты. Өте күшті болып шықты. Мінекей бізде мына осылай қойып қойсақ болады. Мына жерге бижутерия, әртүрлі. Қатысушылары, мінекей біздің бұйымдарымыз бітті. Бұл бұйымдардың толық кебу уақыты бізде бір күн толық уақыт кебетін болады. Және де бетіне суымай тиіп кетпес үшін арнайы лак жағылатын болады бетіне. Енді қараңыздар, мына жерде кейбір ыдыстарда осындай тегіс болмай қалған. Бұл ыдыстар алынып жатыр ғой, кейін жақсылап кепкеннен кейін наждактың көмегімен тегістейтін боламыз. Мінекей гүлдерді салып көрейік біз қазір. Қараңыздар, осылай салынады. Осындай әдемілік беру үшін. Енді мінекей курс қатысушылары, біздің гипстан жасалған бұйымдарымыз бітті. Енді қараңыздар, өте әдемі шықты, өте ерекше сыйлық шықты. Керемет. Сыйласаңыздар да, үйретсеңіздер де осы